Қызыл, сары, жасыл, көк, үлкен, кіші, орташа, айта берсек түрі көп. Сәлем, бүгін менің каналым тағы бір дамытушы ойынмен толықты. Көріп тұрғаныңыздай бүгін бөтелке қақпақтарынан қарапайым әрі супер дамытушы ойындар топтамасын ұсынамын. Қақпақшаларды санауға, түстерді жаттауға, топтастыруға болады, бірақ біз бүгін әдеттегідей ерекше әрі қызықты ойындар құрастырамыз. Ендеше көп созбай бастаймыз. Ең бірінші ойын нейро жаттығу деп аталады. Бұл ойынға қажетті сызбаның ссылкасын описанияда қалдырамын. Бар болғаны соларды принтерден шығарып, екі қолымызға қақпақша алсақ болды. Қағаздағы бейнеленген сызба бойынша бөтелке қақпақтарын жүргізу керек. Келесі ойын біздің ең кішкентай достарымызға арналады. Картон қағазға балаға жылуға ыңғайлы етіп жабыстырып ойнаймыз. Ал мына ойын туралы айту артық болар. Бұл баяғы дойбы. Ескі ойын, алайда баланың логикасын өте жақсы дамытады. Төртінші ойын ұяшықтар деп аталады. Бұл ойын үшін балаға қақпақтар мен түрлі түсті помпондар қажет. Баланың мақсаты түстерді қағаздағы реттілігі бойынша ұяшықтарға жайғастыру.
кезек темір қақпақтарда. Видеода біз әріптерді жаздық, сіздерге қажет болса сандарды жазсаңыздар болады. Қақпақтарда белгіленген әріптерді тақтайшаға жайғастыру керек. Әріптерді тез жаттап, есте сақтау үшін жақсы көмектесетін ойын. Балаға оң, сол, жоғары және төменді үйрететін уақыт келсе, қақпақтар күшті көмектесе алады. Ол үшін видеодағыдай қақпақшаларға бағыттарды белгілеп аламыз да, қағаздағы реттілігі бойынша орналастыруымыз керек. Вкладыши деп аталады. Сіздер бұл жерге сандарды, әріптерді, фигураларды жасасаңыздар болады. Ал біз дөңгелекше ретінде алдық. Баланың міндеті қақпақтардың түсіне қарай үстіндегі кордонын жайғастыру. Мозаикаға ұқсайды. Видеодағыдай наклейкаларды түрлі түстерін араластырып кордонға жабыстырып аламыз да, қақпақтарды жанынан бір-біріне жабыстырамыз. Баланың міндеті қақпақтарды кордондағы түсіне сай орналастыру. Ал достар, бүгінгі ойындар сіздерге ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар, себебі алдағы уақытта бұдан да қызықты ойындар шығады. Бірге ойнаймыз, бірге дамимыз.